Баршаңызға ассалаумағалейкум. Кәріз жүйесін жүргізіп болғаннан кейін іргетастың ішін көметін боламыз. Іргетастың көму үшін бізге қанша куб құм кетеді, соны білуімізге болады. Ол үшін біз мысал ретінде мына бөлменің ұзындығы 5 метр, ені 5 метр. Соны іргетастың бізде орташа биіктігі 90 сантиметр, соған көбейтеміз. Сол кезде шамамен 25 куб құм кететін болады осы бөлмені толтыруға. Көріп тұрғандарыңыздай әр бөлмеде жартылай көмілген. Бұл іргетастың подушкасын қазғанда шыққан құмдар. Осыны көмген кезде оңай болу үшін осылай ішіне тастадық. Сол кезде ақшамыз үнемделеді. Шөп шығып кетіпті, бәрін тазалап, шауып тазалап қоямыз. Қазір көметін кезде алдыңғы видеоларда іргетастың көріп тұрған іргетастың кубын қалай шығаруын көрсеткен болатын. Егер қызық болса, төбеде ссылка қалдырып кетемін, соны көрсеңіздер болады. Ал арнаға тіркелмесеңіздер, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта үйдің құрылысы барысында мен сіздермен видеолардың бәрін бөлісіп салып отыратын боламын. Іргетасты көму үшін бірінші кезде біз ойладық, мына жерге құмды үйіп, камаз шығатындай қылып, камазды шығарып, ішін толтыртамыз деп ойладық. Бірақ үстін шығарған кезде мұны іргетасының қырын сындыратын болғандықтан біз погрузчикпен көметін болдық. Яғни камаз келіп іргетасының айналасына құмдарды төгіп тастайды. Погрузчиктің көмегімен ішіне көметін боламыз. Тастарды төгіп бастадық. 3 камаз алып келіп төгіп тастадық уже. Шамамен іргетас толтыруға 10 камаздай тас кетеді. Шамамен 70 кубтай. Көріп тұрғандарыңыздай жартылай көмілген. Іргетас бастамай тұрып, подушка қазған кезде ішінен шыққан құмдар. Егер ол видеоны көрмесеңіз, жоғарыдағы сілтемені қалдырып кетемін, соны басып көрсеңіздер болады. Жартылай көмілген. Енді үстінен тастарды тастап шығамыз. Погрузчикпен көму үшін осылай іргетасқа жақын етіп төктік. Погрузчикпен үстіне лақтыратын боламыз. Аккуратно канализацияның трубаларын сындырмай, аккуратно осылай погрузчикпен ішін толтыратын боламыз. Іргетасты көму жұмыстары басталды. Экскаватор ішінен шығып алды. Погрузчик ішіне тастап беріп тұр тастарды. Ал экскаватор ішін тегістеп жатыр. Мына жерден шығатын қылып істеп алған. Осылай жұмыстар жүріп жатыр. Фундамент көму барысында мынандай жағдайлар болды. Экскаватордың коуч тиіп кетті, осылай сынып қалды. Бірақ асты сау. Тек мұны кусок қана ертең ауыстырып жіберем. Мықты хомуттардың арқасында осылай ұстап қалды. Канализация қалай жүргізген жайлы видео көргіңіз келсе, жоғарыда сілтеме қалдырып кетемін, соны басып көрсеңіздер болады. Бәрі көрсетілген. Сынған трубаны алып тастадым. орнына
осылай кесіп алып келдім дайындап. Келесі видеода септикке кететін жағында трубаны жауып, ішіне су құйып тексеріп көреміз. Мына көнген кезде бір жер тесілді ма, былайша айтқанда опрессовка дейді ғой. Опрессовка тексеріп көреміз. Ал сіздер